Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі видеомда кішкентай баланың жасқа толғаны, тұсаукесер тойына арналған кішкентай костюм тігіп көрсетемін. Жаңағы құдағиымыздың сұрауы бойынша бір жастағы балаға тұсаукесер тойына кішкентай ғана қазақша батырлар жасап берді. Соған мен кеттім, немеремнің кофтасына салып, өйткені мен кішкентай балаға тігіп көрмеппін, енді сонда да тігейін деп тігіп жатырмын. Қарасаңыздар, мынаны өстіп екіге бүктеп алдым да, мынаған салып кофтасына кішкене ұзынырақ қылдым, чуть-чуть үлкенірек, 1 сантиметр ғана қостым. Мына жеңнің ұшына мынандай әдемі болсын деп осылай қылдым да, жеңім сплошной емес, мына жерінде кішкене кеңірек болсын деп бүйтіп бөлек қылдым. Мына кішкене драпироваться етіліп тұрады. Вообще бұны жұқа матадан істейін бе деп ойлаған. Көреміз қазір. Жұмыс барысында көре жатамыз енді. Осылай болады да. Одан кейін мына кофтасын сәл ұзын қылдым. Өйткені батырымыз белбеу тағады ғой. Мынандай узор, қазақша узор салып, мынау вышивка, натуральный вышивка, тамбурный дейді соны. Соған мына жеріне белбеу салып, белбеулерге темірлермен бәрін көмкеріп, сонымен шалбарының аяқ жағына да осындай чуть-чуть биігірек қылып, мүмкін үлкен болып кетер деп кішкене биігірек қылдым, өстіп жасадым. Бұның да шалбарын енді немереміз уже үшке келіп қалды. Содан сәл кішкентай қылып алдым. Міне осындай деп. Біздің немереміздің бойы ұзын, мынау как раз 1 жасқа келеді деп ойлаймын. Осы сіздермен бөлісіп жатырмын. Мынаның ұзындығы, қазір қарайық. Шалбарының ұзындығы бәрі жоғы 51 сантиметр екен. 48 болады ғой. Кофтасының ұзындығы 43 сантиметр екен. Енді кигізіп көрем тойда. Сол кезде видеоға түсіріп жіберемін, көресіз. Тағы да шапкасы бар ғой, шапкасын қыламыз. Алда мынандай болады. Батырымыз кішкентай. Осындай. Біз мына мойнына былай жасаймыз, мойын жасаймыз өйткені. Бұның қайырлаған кезде әдемі болып шығады. Өстіп алдына, артына, арқасы мен аяғына дейін істеген жоқпын. Мына узорын, ары қарай узор керек емес. Жерінде жырығы болады. Сондықтан оны біз түймемен ұстатып қоямыз. Біз мынаны тіктік, сосын барып кестік. Мынаның түбінде міне 4 жерін. Солай бүйтіп кепсаймыз, түбіне дейін бүйтіп әкеп. Болды. Мына бұрыштарын кепсаймыз. Аударамыз. Еще мынаны ұмытпаңыздар. Мына майысып бұралып тұрған жерлерде әрқашан бүйтіп кесіп тастау керек. Әйтпесе бұлар тартып тұрады қайырған кезде. Мен оверложить еткенде ең соңынан, бірақ мына бәрін біріктіріп болған кейін оверложить етемін. Иықтарын бір-біріне қосамыз. Мынаны да бүйтіп мойнын біріктірдім, бәрін бүйтіп кесіп тастадым. Мынандай. Осыны бір-біріне жалғаймыз. Деп жалғай шығамыз. Өзі көріп тұрғандай, мен бәрін тігіп қойдым. Астынан қарасаңыздар, міне көрініп тұр. Бәрін былай тігілді. Енді мынаны оверложить ете саламыз. Одан кейін барып, мына жеңін қосамыз. Бүйтіп қосып тігіп шығамыз. Енді біз міне шалбарына көштік. Шалбарының етегінен тағы осы мына тесмамыз жүргізіп шығамыз. Біздің мына кофтамыз дайын. Қазір оверложить етіп аламыз. Бәрін қосып тастадым. Түгел үтіктеп, оверложить етіп, белбеу қалды. Вообще резинканы өлшеп алып, сонымен жасай салуға болады. Болды, енді осыны былай бүктеп, мынаны ішіне қалдырып, тіге саламыз.
сәндеу қалды. Белбеуім мына жеріне қапсырма жасаймыз. Мынау иығына кішкене мынандай иық жасап қоямыз. Сол кішкене болсын, бұны жаңағы батырларға ұқсатады. Деп шығыңқы қанат сияқты болып шығып тұрады да, сонда әдемі болады. Міне мынаны иығына тіктік. Мына жерін көрдіңіз. Бәрін өстіп тігіп алдық. Енді осыны иығына апарып былай тігеміз. Мына иығына. Міне біздің тұсаукесерге арналған костюміміз дайын болды. Енді қалпағы қалды. Міне біздің детский костюмімізге мына шапкасын жасадық. Мына кішкентай 50-ші размер. Осыған батырлардікіне ұқсатып, мынаны бөлік так не дейді, жолағын жасадық дейді. Батырлардікіне ұқсатып, мына жерге тас қоямыз. Мынау арқасында мына парчадан жасадық. Өйткені бала кигенде жұмсақ болсын деп, мойнына екі қабаттап. Мына шеттері сонда таза болып шығады. Енді мынау арқасына осы бүйтіп кету керек. Сол үшін бұны біз аламыз да, мынаны бөлік алып қойсыздар. Мынаны алып, мынаның арқасына бүйтіп қоямыз. Алты иықтың тура екі шетіне келеді екен. Машинкамен бүйтіп айландырып тігеміз да, одан кейін барып мынау кетеді. Біз көп шығасыздар. Осылай болады. Біз қазір мына батырымыздың арқасында мынандай кішкене шаштан болу керек, кейін шаш кішкентай балаға келмейді. Мына кішкентай мына сұр түсті тері жүнімізді қазір ішіне қаратып бір-біріне тігіп істейміз. Оңға дейін бізде балаға көз тимесін біріншіден деп тура шекесіне айналдыра мынандай тас, жабыстыратын тасты жабыстырып шығамыз. Мына жерден бастаймыз. Қазақтың ырымы бар, көз тимесін деп жатады. Сол как раз жалтырап, осыған көз, елдің көзі түсіпті. Мынаның бәрі тігетін емес, жабыстыратын тастар. Костюмінде, қарасаңыздар, костюм тоже мына алдына тас жабыстырып қоя саламыз. Артық көп керек жоқ, өзі кішкентай балаға. Әдемі болды ғой. Қарасаңыздар. Мен шалбарым. Мекті тігу үшін бусыға тігеміз. Өйткені бусымен тікпесеңіз, мына темірден жыртылып кетуі мүмкін. Сол мен жаңа жіппен тікем, енді лескамен тігіп жатырмын да, леска все-таки жақсы ұстайды. Мына жақтан бір бусы, мына жақтан кішкентай бусы. Мынау темір ғой, темірді балғамен соғып домалатып аласыз да, домалақ бір неге соғып. Сонда осындай болып шығады. Міне осылай, мынадан қайтадан өтесіз үшін, оны ұсталып тұру үшін. Сіздерге көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Болды, енді ұсталып тұрып, осыны апарып мынаның басына бүйтіп көшіреміз. Сол кезде мына әдемі болып шыға келеді. Тұта-сюда жүре береді. Бар жаққа айналып. Шапкамыз дайын болды. Өздеріңіз көргендей. Арқасы мына жүнімен де өте керемет келісіп тұр да. Енді бұны киген кезде көру керек, әдемі болып шығады. Міне, құрметті көрермендер, тұсаукесер тойына арналған костюм бітті. Өздеріңізге ұнап жатса, өздеріңіздің лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын, хош, сау, аман есен болайық.